Сауран ауданы Ескі Иқан ауылының тұрғындары енді от жағып күл шығармайды. Өйткені бүгін ауылға табиғи газ берілді. Құрылыс жұмыстары 2017 жылы басталған. Газ құбырының жалпы ұзындығы 112.199 шақырым. Бүгінде 145 тұрғын үй көгілдір отынға қол жеткізді. Ал округтегі қалған 118 көшенің тұрғындары алдағы жылыту маусымына дейін толық газбен қамтамасыз етілмек. Айта кетейік, аймаққа табиғи газ тарту жұмыстары Ескі Иқан автоматты газ тарту станциясы арқылы жүргізілген. Бұл АГТС 33 мың текше метр сағатына қуаттылығы былтыр қазан айында іске қосылған. Одан 6 ел мекен газ алып отыр. Бершінтөбе, Ойық, Ибата, Шаға, Қазақстан 30 жылдығы, осы Ескі Иқан. Қазіргі таңда 13 көше газға қол жетіп отыр. Әрі қарай мынау кемшіліктер, анықталған кемшіліктер әкімшілікпен мердігер тарапынан толықтай жойылған уақытта қазтрансгаз аймақ көгілдір отын беруге қалған көшелерге де дайын.